Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Прага тортын немесе пирогын жасаймыз. Жасалуы өте оңай, қарапайым қоспалардан жасалынады. Мен бұл тортты мультиваркада жасаймын, духовкада жасасаңыздар да болады. Барлық қосындыны, қоспаларды описание бөлімінде жазып кетемін. Ең алдымен мультиварканың ыдысына сары майымызды салып 10 минутқа қоямыз. Ол ерігенше басқа заттарымызды дайындай береміз. Ұнымызды, тұзымызды, содамызды, какаомызды, қантымызды қосып араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң жұмыртқамызды саламыз, сүтімізді құямыз және сұйық майымызды қосып, 2 шай қасық ванильді қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Шанышқыны немесе осындай венчикпен араластырсаңыз болады. Мен блендердің венчигімен араластырып аламын да, блендердің өзімен бір қалыпты консистенцияға дейін араластырамын. Сары майымыз еріді, қоспамызға қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. 9% уксусымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Духовкамыз немесе мультиваркамыз алдын ала қызып тұруы қажет. Уксусты қосқаннан кейін дем арада пісіруіміз қажет. Сары майды еріткен ыдысы майланып дайын тұр. Сұйықтығымды құйып, мультиваркада 65 минутқа қоямын. Сосын зубочисткамен тексеріп, тағы да 15-20 минутқа қоямыз. Егер сіз духовкада пісіретін болсаңыз, биіктеу ыдыс алғаныңыз дұрыс, өйткені бұл пирог үлкен болып көтеріледі. Сосын 175 градуста 45 минутқа қоясыз. Сосын 5 минут сайын тексеріп отырып, уақытын көбейтіп пісіресіз. Міне біздің бисквитіміз дайын, бетіне шоколадты ганаш жасаймыз. Баяу отта сливки мен шоколадымызды араластырамыз. Менде Рахат фирмасының Қазақстан шоколады. Осылай бір елкі болғанда жаңағы пирогымыздың үстінен жағамыз. Ыңғайлы қасықтың көмегімен бетін тегістейміз. Пирогымыздың толық суығанын күтеміз. Осындай дәмді әрі оңай жасалатын пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.